Бәріңе сәлем, құрметті көрермендерім, хейтерлерім, жалпы қазақ бәріне сәлем. Талғарда не болып жатқанын естіп жатқан шығарсыңдар. Бүгін 9 желтоқсан 24 жыл. Марқұм Шерзаттың ағасы қайтыс болды деп жатыр. Өзіне қол жұмсап, Қаржобай деген інісі. Сол жағынан менің де өзім көбінесе адамдар біледі. Білмегендерге айтайын, мен осы басынан бастап именно осы тақырыпты айтып келе жатырмын. Қалғанда блогер, журналистерге менің пікірім, менің ойым басқаша терісше болды. Тура қарамарсы болды, 180 градус. Сонымен біраз сөз естіп жүрмін, әлі де естіп жатырмын. Біраз да адам қарғысыларын да естіп, боқ сөздерді де естіп келе жатыр. Бірақ мен айтып жатырмын, мен өзім бұл тірлікті анықтағанмын, зерттегенмін, жүрдім ол жерде. Адамдармен сөйлестім. Мен кейбір блогерлер сияқты бір бөлмеде отырып алып, телефон ұстап алып, шұқылап тұрып, ауызға келген оттайтын адам емеспін. Мен бұл теманы білемін. Доктор деген каналды көрің, болмаса мына екінші Маскарад деген не шықты канал, сода көресіңдер. Осы қазір сол каналда жүріп жатқан шығар. Енді не дейміз, негізі 100% нақты айтуға тағы сараптаманы күту керек. Нұрғанаттың қанын тексереді, әлі асқазанын тексереді, арақ болған ба, басқа веществолар ол қанында болған ба, болған емес па. Өйткені кеше 8 желтоқсан кімнің, Қаржобайдың туған күні болған, 40 жасқа толған. Соны мүмкін тойлаған да шығар, олар отмечать етіп жатқан да шығар, сол да әсер берген шығар, какой-то нелер. Мас болған ба, басқа нәрсе болған. Так, былайша айтайық сіздерге, мен өзім қазір бірақ ескертіп қояйын. Жаман сөздер, может, сендерге жүректеріңе, құлақтарыңа жақпайтын сөздер естіледі. Так что оны түсінетін адам түсінеді, түсінбейтін адам енді өздерің білесіңдер. Мен білем, бұл видео бәрібір біраз адамға ешкім әсер етпейді, бәрі қуа бересіңдер, өздеріңкін құлақтарыңа әбден құйып тастаған. Бірақ бір-екі адам түсінсе, маған сенсе, мына сөзге бүйтіп қарап, мынау объективно айтып жатыр, по факту айтып жатыр деп түсінсе, соның өзі Құдайға шүкір деп айтамыз. А так, бұның қазір айтылатын сөздерім бұл жеке менің өз мнением. Көріп кел дейсіңдер ма, или там зерттеген дейсіңдер ма, өздерің білесіңдер. Мен бірақ бұл 100% шындық, мен официальный нелер деп айтпаймын, бұл жеке менің өзім пікірім. Ал кеттік. В общем, ешқандай там какой-то банда оны өлтіріп, там бит қинап, ештеңе қасақана өлтіріп деген, мен бәрін өтірік деп ойлаймын. Нұрғанаттың өлімі ешкімге вообще пайдасы жоқ. Ол қылмыстық іске, мына сотқа ешқандай әсер бермейді. Ол қамалған балдарға 100% дәлелдер бар. Олар өздерінің жазаларын алады. Нұрғанат бар ма, жоқ, ол ешқандай әсер етпейді. Так что ешкімге пайдасы жоқ. Жаман сөз айтайын тағы да, оның қайтыс болған только өзінің семьясына, Қаржобайларға, басқаларға, соларға ғана пайда. Енді болашақта тағы өздерінің семьясының бір қателіктері ашылып жатса, енді Нұрғанатқа бұра беруге болады да, соған қарап бұрмалап жіберуге болады тірліктерді. Сол тағы да айтамын, мен объективно конкретно айтып жатырмын. Ешқандай эмоция, сендер өздерің эмоцияларың өздеріңде ұстаңдар, қалталарыңа тық қоясыңдар ма, өздерің переживать етіп жатсаңдар, мынандай болды дегендер, ол маған туысқан емес, не емес, ешқандай не емес, мен оған переживать етіп өліп терлейтінді. Мен сіздерге конкретно, как она есть, былай объективно, нақты эмоцияны бір шетке қойып конкретно айтып жатырмын. Я әрине жалко жігітті, бәрім жаным жасайды, адам қайтыс болған өте нашық. Бірақ конкретно қазір іс бойынша мен оның адвокаттар емес, мана ет бердік, анан бүйттік, ойбай жаман болды деп. Адам деген халыққа айтып жатсың ба, сен нақты профессионал сияқты сөйлеуің керексің. Даже блогер боласың ба, журналист боласың ба, анау-мынау да мұрынбоқтар жаға бермей, конкретно айтуың керексің. Осындай. Так что по факту айтып жатырмын. Қан әлі тексеріледі, асқазан тексеріледі, көреміз ол мас болған ба, мас емес болған ба. Несі өлімі себептерін сіздерге айтайын, мен қалай ойлаймын деп. Біріншіден, мылтықты бірінші показаниясын айтқанда, менікі деді, мен аттым деді, потом ол адвокаттарын тыңдап па, басқа нәрсе менікі емес деді, қылмыскерлерді деп айту бастады. Оның, скорее всего, дәлелдер шықты. Сол бірінші себебі, сол мылтық соны көп шықты, атқан сол. Екіншіден, бірінші Шерзат анам бір кісіні ұрды, Дархан деген жігітті, ол Нұрбол деген бір адамды шақырды, бір жігіт досын шақырды. Олар екеуі шеше алмағаннан кейін
Қаржаубаймен ерегіскеннен кейін олар тағы да балдар шақырды. Сол балдар келген кезде олар машинадан түсіп ешкіммен ерегісіп төбелесіп қырып, олар Дарханды вообще мүлдем танымайды, ол вообще басқа ауылдан, олар басқа ауылдан, оны танымайды, олар ешқандай төбелес шығарған жоқ. Сол жерде Нұрғанат бұл істі тоқтатудың орнына жас үлкендеу болғаннан кейін ол наоборот сол қайрап тұрған сияқты болып көрінеді. Шерзатқа да сол дұрыс емес не берді, әсер берді, дұрыс емес үміт берді. Сонымен Шерзат та уже төбелесті бастап, сол жерде конфликт наоборот жалғастырып жіберді. Қаржаубай ол жерде вообще магазинде пиво сатып отырды. Қаржаубай далада тұрған жоқ. Балдар келген кезде Қаржаубай іште магазинде болды. Хотя әйнекте көріп тұрды, ол уже ерегіс болып жатқан, ар жақта уже адамдар тоқырлап тұрған көрді прекрасно. Сол Нұрғанат сол жерде мылтықты шығарып, сол атқан неткен бәрін істеп, сол наоборот бұл конфликті наоборот одан бетер қайрап, одан бетер жандырып жібергені может содан да өкінді. Ол кейін істеді, жігіттік істеді, ол барып, ол жақтасты, ол да пышақ жарақат алды, бірақ уже тоқтату уже кеш болып қалды уже. Сол да заман әсер берген. Біріншіден сол мана мылтық жайлы алдаған, екіншіден сол негіз тоқтатуының орнына ол наоборот сол балаға Шерзатқа, марқұм Шерзатқа дұрыс емес үміт беріп қойып, сол төбелеске наоборот итерді Шерзат. И үшіншісі үй өртеу. Үй өртеу соңында мен ойлаймын бір фактор шыққан, жаңа фактор шыққан. Сол уже күдікті болып Қаржаубай мен Нұрғанат болып уже дәлелдер уже жақындағаннан кейін сол халыққа шығады. Сол біз істеген болып дәлелденеді деп содан қорқып, ұят шыдамай, намыс шыдамай осындай әрекет істеп қойды, өзіне қол жұмсады. Сол менің ойым сондай, осы нелер әсер берді. Бірақ ол да ерлік, ол үлкен ерлік, оны мойындау керек. Ол сол төбелесті пышақтан нелерден, ол тобыр жігіттерден, талпа жігіттерден қорықпай, арасына бет түсіп, пышақ жарақат алды, қанша не етті, баласына, інісіне жақтасты. Ол да ерлік деп айтуға болады. Кеше істегені, бүгін или кеше түнде істегені, сол ерлік деп айтуға болады. Қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді деген сол намысы шыдамаған деп ойлаймын. Сол мынау бара басталып ашық сот болып неткеннен кейін сол соттың алдына бір қателіктер істеп болса, оны қалай жұрттың алдына, халықтың көзінің алдына оны қалай айтам, қалай мойындаймын деп соны ойлап, содан ұялып, содан намыстанып өзіне қол жұмсады деп ойлаймын. Менен көп сұрақтар қойып жатыр. Сен неменеге бұны қазбалап бердің, немене тиісе бересің бұл семья? Мен просто айтып жатырмын, мен жыным келетін, мен таң қалатын да. Сіздер құрметті халық, қазағым, сол бір мына блогерлердің сөздеріне еріп, әйтеуір сіздерге уже Шерзат та батыр болып кетті, Нұрғанат батыр, Қаржаубайың әйтеуір бәрі батыр болып кетті сендер үшін да. Мен сіздерге айтамын да, сол сөздеріне, олар не қазақ үшін не істеді, олар батыр болатындай. Батыр, бізде қазір түрмеде біз үшін отырған жігіттер, Марат Жыланбаев, Думан Мұхаммедкәрім, Марғұлан Боранбай, солар батырлар. Біз үшін, біздің Қазақстан болашағымыз үшін, біздің ұрпағымыз үшін қазір қамалып жатқандар. Батырлар біз үшін жанымыз берген жігіттер. Дулат Ағаділ, Аран Атабек сияқтылар. Қаншауы кетіп жатыр, қаншауы өліп кетіп жатыр, денсаулықтарынан да айырылып, жандарына беріп. Соларды батыр деп айтыңдар. Қазақ үшін тірлік істеген, қазақ үшін страдать еткендер. Сендер біреу бірдеңке істейді, там бір какой-то там чемпионат ұтады, сәл бірдеңке не болып қалады, бір не етеді, сендерге сразу олар батыр болып қала салады. Батыр деген атақ ойыншық емес сіздерге. Әркімді көшеде жүрген біреулерді какой-то бір магазин қасында бір болмайтын тірлік болған батыр деп ат бермеңдер, батыр деп атамаңдар. Үлкен сендерге өтініш. Міне батырларымыз, Думан Мұхаммедкәрім түрменің қабырғасына өзінің қанымен оян қазақ деп жазып жатыр. Біз соны обсуждать етпей, мынау какой-то бір нелерді азаннан кешке дейін Шерзат, Талғар, Хасан, Пасан деп отырмыз. Олар біз үшін айтып жатырмын, біз үшін, біздің болашағымыз үшін соны ойлап отыр қазір түрмеде. Кейбіреулер ар жаққа кетіп қалды уже жандарын беріп.
міне солар батыр, соларды обсуждать ету керек азаннан кешке дейін. Өйткені қазір қазақ халық болып, қазақ ел болып вообще қалады ма, қалмайды ма, или жоқ болып кетеміз ба? Сол мәселелер шешіліп жатыр қазір. Сол үшін олар қазір түрмеде отыр, сол үшін олар жандарын да берді. Солар батыр, солар еркектер, қыздар да отырдар, қыздар, әйелдер де отыр қазір. Міне солар батырлар. Соны ойлаңдар, құрметті қазағым. Азаннан кешке дейін осы болмайды темаларды қоя бермей. Мен сол үшін бұны қайта айтайын. Немене майдаланып кетті, неменеге болмайтын нәрсені айтып жүрміз азаннан кешке дейін деп. Басқа не деген оқиғалар болып жатыр. Мынау шоу істеп жатыр. Біз сол шоуға еріп азаннан кешке дейін соны қарап жүреміз. Сенбеңдер, ол ана ауыздары қисайып қалғаннан әңгіме құлақтарыңа тиетін блогерлерге сене бермеңдер. Бәріне бүйтіп қараңдар, критически қараңдар, бүйтіп ойлап, мүмкін емес, что-то не то мына жерде деп. Бұл тірлікте шикілік бар деп, ана бастан 3 ай бұрын айтқан мен осындай деп. Әлі сотта көресіңдер, әлі неше түрлі нәрселер. А сендер ерол, батыр, бүкіл қазақ көмектесейік, бүйтейік деп. Қазақ ақмақ қылып алдап жүр бұлар, а сендер шоу жасап жүр, балаң өлімнен шоу жасап. Ол жерде жүрегі ауыр жүрген Шырзаттың мамасы ғана, анасы, соның ғана жүрегі ауыр жүр баласына. Сол ғана балам өлді деп өкініп жылап жүрді. Қалғандар шоу жасап жүр ол семьяда бәрі. Спектакль жасап жүр. Соны ойлаңдар, басқа нәрсені, үлкен тақырыптарды, маңызды тақырыптарды көтерейік. Майдаланбай, қазақпыз, қазақ жоқ болып кетуі мүмкін, қазақ ел жоқ болып кетуі мүмкін. Соны ойланайық, батыр дұрыс жерде іздейік, болмайтын біреулерді біліп, батыр дей бермей. Өзіміз батырларымызды ойлайық, оларға қалай көмектесеміз. Олар үшін біз бірдеңке істедік па, бір тиын үй алып берем деп жатсын оларға, жинайық деп жатсын. Сол жігіттерге, солардың семьяларына бір тиын аударыңдар ма сендер? Біз үшін жүрген батырларымыз үшін сендер бір тиын аударыңдар ма? Бір комментарий жазыңдар ма? Бір видеосын көрдіңдер ма? Жаны ашып, бір лайк қойып, мына жігіттер нетті. Соны істедіңдер ма? Ойласаңдаршы соны, жақсылап.